Сәлем достар, сіздермен бірге Пазл жанұясы арнасы. Бүгін бізде кішкене кешіккен влог, яғни наурыз жайлы. Ол кезде видеоны түсірген кезде біріншіден бұл канал болған жоқ, екіншіден оны қай жерге салатын мен білмедім. Және мен осы тақырып бойынша сіздерге сұрақ қойған едім. Сіздерге кешіккен болса да влог қызықты бола ма деп, көбі я деп жауап берді. Сондықтан бүгінгі видеоны ең соңына дейін көріңіз, лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, тез арада 100 мыңға жетейік. Ал біз бастай берейік. Ал енді влогтың өзіне көшейік. Біз наурызда Арбатқа, наурыздың өзінде, яғни 22-сінде емес, 23-шінде келдік, бірақ оған қарамастан адамдар өте көп болды. Барлығы атмосферна, қазақи, наурыз сияқты сезіліп тұрды. Және біз таксиден түскеннен кейін бірден барлық Арбатты аралап, қай жерде не қызық заттар бар екенін зерттеп, ақырын жүре бастадық. Енді біз аралай бастадық қой. Арбаттың басынан соңына дейін ярмаркалар өте көп болды. Ол жерде осындай қазақи дәстүрлі киімдер, заттар, тұмарлар, ондайлар өте көп болды. Қыздар сізге қарамайды ма? Кәні жасылды киіш. Үлкен. Нариман бері қары. Мегада жүреміз. Ақыры мінекей біз осындай тақия таптық. Өте әдемі, күшті, әлі күнге дейін мейрамдарда киіп өзі жүреді. Өзіне ұнайды, бізге де ұнайды. Мына бір бүркітті ұстап тұрған жігітті көргеннен кейін әйеліміз екеуміз бір ауыздан бірден қазір онымен бірге фотоға түсу керек дедік. Баламен емес, бүркітпен. Одан кейін мен бір қолыма Нариманды, ал екінші қолыма бүркітті алып, осындай фотоға түстім. Фотоға түсіп болғаннан кейін әлгі жігіт мені танып қойды, Пазл деп, онымен амандасып, осы фотоға түскен ақысын төлей жатқан кезде бір балалар жүгіріп келіп бүркітті көтін шұқып жатыр ма, бірден кестеп жатыр. Бәріміз ұрысып тастадық та балаларды қуып жібердік. Сонымен қатар Арбатта осындай түрлі аниматорлар жүрді, Спайдермен жүр, Оян жүр. Одан кейін өзім байқағаным барлық аниматорлар Уанзды, Хаги-Ваги бір жерге жиналып темекі шегіп тұрған кезде, Спайдермен барлығы тұрған кезде бір түрлі көрінді. Өкінішке орай түсіре алмай қалдым, бірақ өте күлкілі болды, шын айтайын. Мынау кілемдерден жасалған күшті фотозона, адамдардың барлығы осы жерге келіп фотоға түсіп, инстаграмдарына бірден сол жерде белгілеп шығарып жатты. Әсіресе Арбатта балалардың барлығына осы вертикалды тұрған қазақи кейіпкерлердің айналмалы пазлы ұнады. Шынымен де өте қызықты, оригиналды зат екен. Иә достар, барлығымыз осындай қуырылған картоптарды көрген шығармыз, бірақ мен оны көп рет көрдім, және дәмін ешқашан көрген жоқпын. Жұлдыз да дәл солай дәмін көрмепті, және де біз бірден оны көре сала сатып алдық. Дәмін дәл қазір қандай болған сізге айтып беремін. Міне дәмін көреміз қазір мынандай. Кәдімгі чипсы сияқты екен. Өте дәмді. Мынандай баға беретін болсақ, былай беремін. Жалпы Арбатта фотозоналар өте көп болды. Олардың ең популярнысы осы екеуі. Біз шын көп рет фотоға түстік, бірақ екеуімізге де, маған да Жұлдызға да ешбір фото ұнамады. Бірақ шын фотозона өте күшті. Барып түсіп келсеңіз күшті, әсіресе түнде фото істеп алуға болады. Жалпы әр жыл сайын Арбатта осындай түрлі фотоға түсуге арналған киіз үйлерді қояды. Осы жылы ерекше үлкен болды фотоға түсуге арналған киіз үй. Өткен жылы салыстыру ретінде осындай болды, қараңыздар. Бір кабинка киіз үй сияқты ондайларды бірінші рет көрдім. Мынау бізде Арбаттағы суретшілердің суреттері, портреттері, пейзаждары, натюрморттары барлығы бар мына жерде. Оны Алматыдағы адамдар барлығы білет. Дәл осы жерде суретшілер ылғи өз суреттерін сатып тұрады. Бірақ осы күні мен мынандай ерекше суреттерді тематикалық байқадым. Қараңыздар, өте керемет, соларды бірден түсіріп алдым. Сіз қалай ойлайсыз, әдемі ме? Және сіз осындай суреттерді сатып алушы едіңіз бе? Жаза кетіңізші пікірге. Біз 11-де шамалы келдік, бірден кете ғана наурыз көжені таптық, шыны керек. Және ол наурыз көже өте дамды болды. Қазір сіз мен көріп отырсыздар, қалай жеп отырған басқа наурыз көжелерге қарағанда ерекше дәмді болды. Біз бірнеше порция бірден осы жерден алдық. Және сол жерден және осы жарты келіп ауырса қалып өте дәмді шықты. Мына жерде ақырындап күн бата бастады, адамдар ақырындап азая бастаған сияқты ма, бірақ өзіме солай көрінді. Айтпақшы достар, осы жерде біз осында 2 метрлік қазақ батырларды көрдік, және бірден ана бүркітті көрген сияқты біз Нариманды сол жерге апарып фотоға түсірдік. Ал мынау Нариман, мына кезде уже кеш батып кетті, ақырындап қайта бастадық, жиналдық. Иә, расында осылай мейрам күндері Арбатқа шығып, аралау деген бір банальный зат болып естілгенмен, шын мәнінде отбасымен жүрсен уақыт қызықты болып өтетін сияқты өзіме солай көрінді. Әлде мен қартайып бара жатырмын ба білмеймін, бірақ
маған өзіме ұнады шыны керек. Бақыттысың ғой Нариман. Одан кейін енді қайтып бара жатқан кезде біз осындай қызықты драконий фрукт деген жемісті алдық, және оның дәмі қандай екенін қазір сіздерге айтатын боламын. Сердце дракона деген ондайды біз жеп көрген жоқпыз, бүгін жеп көреміз. О, жұмсақ. Мінекей достар, іші осындай әдемі. Бізде мынандай өспейді. Қай жақта өсетінін кім білетін болса жаза отырыңыздар. Так, қалай бұл қасықпен жемей или бөліп қасық жеп қойдым. Міне достар. Так, ал, бисмилла. Менде түрлі заттарға аллергия бар, маған жоқ болса ғой енді. Киви сияқты. Киви сияқты, даже іші де кішкене кивиге ұқсап тұр, бірақ түсі басқандай өзгеше екен. Клубника мен киви араластырған сияқты, иә? Күшті екен. Десте ғой. А, сен 10 бересің? Иә. Ал, Нарикош, сен бірінші обзорын, блинчикқа обзор істе. Апты. Дәл бұл өшті ойнап көреді. Тамақты бірінші ойнап алу керек. Аде. Нариман. Бағасы 1000 шықты, бірақ менің ойымша кейбір жемістер піскен, кейбірлер піспеген әртүрлі болады ғой. Мынау қандай екенін нақты білмеймін, өйткені бірінші рет көріп отырмыз. Дәмі безвкусный, бірдеңке кивиге ұқсайды. Енді егер көріп жатсаңыз, былай дәмін татып көруге алса болады. Былай енді мынандай баға беретін болса, мен мынандай баға беремін. Есіңізде болса, осы 2023 жылдың Рамазан айы Наурыз мейрамдарының соңымен бірге сай келіп қалды. Сол күндері ол кірді, және біз үйге қайтар кезде, қараңғы батқан кезде, Рамазан айы кіріп жатқан кезде біз осындай ерекше, өте сирек кездесетін құбылысқа тап болдық. Ойлаңызшы, Рамазан айы кіріп жатты және аспанда осындай керемет көрініс болды. Ай, және жұлдыз осылай керемет. Ал бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркеле кетіңізші. Тез арада 100 000 тіркелуші санына жетейік. Бұл қазіргі біздің бірінші мақсатымыз. Сондықтан 100 000-ға жетейік. Осындай влогтар, өткен жолдағы сияқты видеолар, распаковкалар, отбасымен бірге видеолар өте жиі шығатын болады. Пазл жанұяға тіркеліңіздер.